Ого! Әйгілі ізгесуші Шерлок Холмс осы үйде тұрған. Шынын айтқанда, бұл жазушы Артур Конан Дойлдың қиялынан туған кейіпкер. Ол өз романында осы мекен жайды жазған ғой, кейін ол шындыққа ұласты. Не дейді? Иә, мен детективтерді жақсы көрем. Ал маған футболын айт. Ой, Нотель! Рюкзагыңда қуаттағыштың жібі жоқ. Не? Таңертең тексергенімде бар еді ғой. Түсіп қалу мүмкін емес. Демек, оны біреу ұрлады. Меніңше, бұл істің түйінін ізкесуші Мобика мен оның жақын серігі доктор Нотель ғана шеше алады. Біз Гарботтан қашып, Биг Бенде жасырындық. Ол кезде қуаттағыштың жібі орнында болды. Оны қай жерде түсіріп алдым екен? Қуаттағыш жібін мықтап байлап қоятыныңды білем. Егер оны түсіріп алған болсаң, онда рюкзактың ілгегі босап, не жыртылып тұрушы еді. Демек, әлде біреу сенің жібіңді білдірмей қолды еткен. Трафальгар алаңында туристен қалған сэндвичтің қоқымымен көгершіндерді қоректендірдік. Рас! Бұл туристің істегені. Ол сэндвичті әдейі қалдырып кетті. Соған көңіліміз ауып тұрғанда, жіп тұрлап кетті. Мобика, жауын басталды. Жоқ, жауын жауған жоқ. Мобика, түсінбей тұрсың, жауын басталды. Таса жер табуымыз керек. Ай, жаңбыр! Жауынның астында қалсақ, жағдайымыз қиын болады. Анда барайық. Қуаттағыш жібінің қалай жоғалғанын бәрібір анықтауым керек. Бұл ненің дыбысы? Соны анықташ. Бұл... Жедел құйрық! Шамасы, сірә менің қуатым таусылды. Нотель, үстімді кептіріп алу керек. Қуатың әлі де жеткілікті. Отыра тұршы, бір амал табармын. Бір шама адам бар екен. Бәрі де жауынның астында қалмас үшін осында кірді. Яғни, өздерімен бірге қуаттағыштарын алып жүрмеген болар. Дәмхана иесі жасамыс екен. Демек, телефонның маркасы да ескі шығар. Бәлкім қуаттағышының жібі Нотельге жарап қалар. Олай болса, сол жібін уақытша ала тұрып, кейін орнына қойып қоярмын. Мобика, бірдеңе дедің бе? Ойым ғой, көп ұзамай келем. Мобика, Мобика. Не боп қалды? Су болған құрылғыларды электр қуатына жалғауға болмайды ғой. Есімнен шығып кетіпті. Әйтпесе құрылғы күйіп кетеді. Әуелі кепсін, сосын қуаттап алармыз. Мобика. Нотель, ояндың ба? Кепкен секілдісің, енді қуаттағышқа жалғауға болады. Мұны дәмхана иесінен уақытша алдым. Жоғалмаған екен ғой. Тек рюкзактың басқа шетіне іліп қойыпсың. Солай секілді. Біз осыншама уақыт болмаған ұрлықтың бетін ашпақшы болыппыз ғой. Есесіне, енді Лондонда да шытырман оқиғаны бастан өткердік.